Қайырлы күн достар, сіздермен Аленушка. Ресторандағы пиццамен айырмашылығы жоқ, осындай өте нәзік, өте дәмді пицца дайындайтын боламыз. Көп уақытты алмайды, жылдам дайын болады. Менің видеома қарамас бұрын менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңырашаны басуды ұмытпаңыз. Бізге қажетті заттар: 2 жұмыртқа, қаймақ, ұн, майонез. Алдымен 2 жұмыртқамызды саламыз. 1 шай қасық қантымыз бен жарты шай қасық тұзымызды саламыз. 4 ас қасық майонезіміз бен қаймағымызды салатын боламыз. Сегіз ас қасық ұнымызды саламыз. Мен арнайы қойдың етін пиязбен қуырып алдым. Шұжықтың орнына етті салатын боламын. Алдын ала табамызды қыздырып, табамызды майлап аламыз. Енді қамырымызды салып, табамызды жай отқа қоятын боламыз. Біркелкі болғанша жайып шығамыз. Үстіне кетчуп, майонезімізді саламыз. Осындай арнайы кисточкамен жағып шығамыз. Үш-төрт минутқа табамыздың бетін жауып қоятын боламыз. Енді үстіне көкөністеріміз бен сырымызды салатын боламыз. Алдымен тәтті бұрышымды салып алдым, сосын қуырылған етімізді салатын боламыз. Қызанақтарымызды саламыз. Енді ірімшіктерімізді салатын боламыз. Жеті-сегіз минутта жай отта пісіріп алатын боламыз. Біздің пиццамыз дайын. Достар, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Өте дәмді, өте нәзік болып шығады.
Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Алдағы күнде сіздерге тағы да рецепттермен бөлісетін боламын. Сау болыңыздар.